Heidi arrived in Frankfurt to live at the Sessamans' house with Dette. When do I get to meet Clara? She met Miss Rottenmeier, the stern governess of the house, who had to test her before she could meet Clara. Good heavens! What happened here? It was an accident. Heidi found it difficult to adjust, It's all right, Heidi. but when she met Clara, Are you Dette's niece? they formed an immediate friendship, and Clara helped her win Miss Rottenmeier over. Şirkev munarası. Peter! Ada! Men keldim! Adelaida! 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 Аделайда. Клараның әуенін неге тыңдамай отырсың? Тыңдағанда қандай? Тіпті Клара мен бірге ешкілер де ән салуда. Аделайда, есінеген кезде ауызды қолмен жап. Ешкілеріңмен бірге тауда жүрген жоқсың ғой? Бұлай ма? Есінеген кезде ғана. Жарайды, рахмет, ханым. Айтпақшы, Клара, түсімде тауда жайылып жүрген ешкілерді көрдім. Түстенетін уақыт болды. Қане, жүріңдер. Түсімде атам мен Питерді де көрдім. Тауды қалай сағынғанымды білсең ғой. Сен тауды көруің керек. Ең болмаса бір сәт көрсем ғой, соның өзі жетер еді. Бәлкім осындағы ең биік нүктеден көрерсің. Үйдің төбесінен бе? Жоқ, ол биік емес. Ханым, қаладағы ең биік нүкте қай жер? Саған қаламыздың ұнағанына қуаныштымын, Хайди. Франкфуртта биік мұнаралар өте көп. Мысалы, ең биік нүкте. Ең биік нүкте? Күмәнім жоқ. Ол шіркеудің биік мұнарасы. Айтыңызшы, ол жерден Дорфли тауларын көруге бола ма? Тауларды ма? Ол жағын білмеймін. Франкфурт ойпатта орналасқан, сондықтан нақты айта алмаймын. Ол жаққа барып көруге бола ма? Аделайда, Клара ондай биік мұнараға шыға алмайды, және онда баруға болмайды. Қане, тамағыңды же. Енді сөйлеуші болма. Тынығатын уақыт болды, Клара. Содан кейін кітап оқимыз. Иә, ханым. Мен де тынығып алсам бола ма, ханым? Кітап оқитын кезде бағанағыдай қалғып мүлгімеуің үшін тыныққаның дұрыс. Рахмет, ханым. Рахмет. Аделайда, не істеп тұрсың? Бекештер қызметшіге есікті ашып тұрмайды. Бірақ, ханым, оның қолында ыдыс болды ғой. Жақсы, ендеше бізге де есікті ашып бер. Аделайда, Ханым? 2 сағаттан соң кітапханада болатын бол, кешігуші болма. Сенің жақсылап тынығуың керек, Клара. Иә, ханым.
Жоқ, арада қайтамын деген үміттемін. Әйтпесе әжейдің нандары бұзылып кетеді. Ұйықтамадың ба? Маған бір ой келді. Қазір шіркеу мұнарасына барып тауды көремін. Не? Бірақ Рутын Мая ханым біліп қойса қайтесің? Білмейді. Кітап оқу уақыты басталғанша қайтып келем. Сен бақыттысың. Мен де сенімен бірге бара алсам ғой. Көргенімнің бәрін айтып берем. Қаласаң бір күні Рутын Мая ханымнан екеуміздің бірге баруымызды сұрайық. Ал Себастьян сені мұнара басына көтеріп шығарады. Мынау саған. Әдемісін ай! Бүгін бұдан да әдемісін көруіңе тілектеспін. Рахмет, Клара. Хайди. Абай бол. 3-ке дейін үйде болуды ұмытпа. Ұмытпаймын. Көрген тауларым туралы саған айтып беремін. Кешіріңіз, шіркеу мұнарасының қай жерде екенін айтып жібересіз бе? Ол мына жақта. 2-ші көшеден солға бұрыл, одан кейін оңға. Содан соң 3 көшеден кейін қайта солға бұрыласың. Рахмет. Кешіріңіз. Сені тыңдайтын уақытым жоқ. Бірақ... Тиын тебенге ән салып берем, Бекеш. Тиын тебенге ән салып беремін деймін, Бекеш. Естімей тұрсыз ба? Мұнау қандай аспап өзі? Бұрын соңды мұндайды көрмеппін. Бұрмалы аспапты бірінші рет көріп тұрсың ба не? Ендеше саған көшеге жиі шығу керек. Бұл бар ғой, пиано секілді. Өзіңмен алып жүресің. Я, даусы қандай жағымды? Шіркеу мұнарасының қай жерде екенін білесіз бе? Я, білем. Франкфурт қаласын менен артық білетін жанды таппайтыныңа сенімдемін. Сонымен қалай баруым керек? Алдымен тиын бер. Сосын өзіме қалып барамын. Бірақ менде ақша жоқ қой. Кешір. Ендеше өзіңіз деп тауып ал, жарай ма? Сен аспапта ойна, ал мен ән салайын. Сол кезде халық бізге ақша береді. Ән айта аласың ба? Бұлбұлша ән шырқаймын. Ендеше көрейік. Менің атым Руди. Хайди. Таң атқаннан кеш батқанша еңбек етті сол бір жан. Аянбады, шаршамады. Кім десеңіз Клементин. О сұлуым, Клементин. Сен кеттің ғой тым алысқа, жалғызсырап қалдым мен. Қане? Жиен сіңілің тамаша жан. Ол Клараның жанына шуақ сыйлауда. Ең бастысы үйреніп кетсе екен. Тәртібі де жақсаратын еді. Рутын Мая ханымның айғайын естігенше, оның бұзықтығын тамашалаған әлдеқайда жағымды келем. Олардың тұратын уақыттары жақындапты. Мен қазір келем.
Айдағар ұйықтап жатыр. Ханшайымдардың оңашада болуларына мүмкіндіктері бар. Не? Себастьян? Әнді жақсы айтады екенсің. Келесі жол тағы да айтайық. Міне, келдік. Тамаша! Рахмет, Ноги! Ой, абайласаңшы. Өзіңе абай бол. Күзетші өте қатыгез. Оған ілтипат танытсам, маған ұрыспайтынына сенімдемін. Саған не керек? Мұнараның ең биік төбесіне шығып, тауларды көргім келеді, мырза. Әй! Мен саған айттым ғой. Саған тағы не керек? Мазалағаным үшін кешірім сұраймын, бірақ менің тауларды көруім керек. Уақытыңызды алмайым. Қаласаңыз, мұнара басына өзім шығам. Қоңырауды соғушы болма, әйтпесе бітпес бәлеге қалатын боласың, балақай. Мен саған көмектес алатын сияқтымын. Бұл не деген бассыздық? Не? Қайда? Қоңыраумен ойнап тұрған сен бе? Мүмкін. Сен бе? Не? Ей, тоқта! Тездет, Хайди! Кері қайт дейм саған! Төмен түс! Кері қайт! Ол жақ өте қауіпті! Бірақ таулар қайда? Саған не дедім? Бұл балалар шығатын жер емес. Бұл жер тым қауіпті. Бірақ мен тауларды көргім келеді. Бұл жақта таулар жоқ қой. Атанаң қайда? Мен атаммен бірге тұрамын. Бірақ ол бұл жақта емес. Ол тауда жалғыз қалды. Мен Франкфуртқа Дета әпкеммен келдім. Достарымның бәрі сонда қалды. Достарыңды тастап кеткеннің оңай емес екен білем. Жоқ. Жақын арада оларға қайтып оралам. Мен тек тауларымды қатты сағынып жүрмін. Сондықтан... Білесің бе, бұл қалаға Гамбургтен көшіп келгенімде дәл сендей болатынмын. Осында әрдайым келіп, мұхитты көргім келетін. Бірақ бұл жерден мұхит көрінбейді ғой. Қара, ана шатырлар мұхит толқынына ұқсайды емес пе? Ал ана ғимараттар мұхит мұнарасына ұқсайды. Меніңше, шатырлар таулар мен белестерге ұқсайтын секілді. Ал ғимараттар болса, ана біреуі шизоплана секілді. Оны Питер жақсы көреді. Питер ешкі бағат, мына мен секілді. Ал ана біреуі атамның лашығына ұқсайды. Есіктің шыға берсінде Джозеф ұйықтап жатады. Ал ана ғимарат... Ай! Таусы қатты ғой. Бұл сағат 3 болды деген сөз бе? Үйге қайтуым керек, әйтпесе Ратынмай ханым мені жазалайды. Аделайда қайда? Ол шаршапты. Біраз ұйықтасын деп оятпадық, ханым. Аделайда осында қалғысы келсе, үй тәртібін қатаң сақтауы керек. Себастьян, барда оны оят. Себастьян, Иә, ханшайым. алдымен бөлмемдегі орамалды әкеп бересіз бе? Өтінем, тоңып отырмын. Орамалмен бірге Хайдиді де ерте кел. Сүйкімділер. Cats! Again! I'll have to get rid of them. Oh no, you can't do that. I don't like it either.
but someone has to do it. The church can't be turned into Noah's Ark. Qo'y, qitig'imda keltirasiz. Qallasangiz uyga olib keting. Klara xonshayimga nari aniq. Bo'laman? Қарсы емеспін. Бірақ әпкеңе не деп айтасың? Дед әпкем мен Себастьянға нары aniq. Ала ғой. Марғаулардың достарыңа да ұнайтындарына сенімдімін. Енді бар, кешігем дегенің қайда? Рахмет. Қолым тигенде келіп, марғауларым туралы айтып берем. Кездескенше балақай. Хайди! Сол мен сені ұстап алдым ма? Иә, бірақ ол өте жақсы адам. Мен кешіктім, тез арада үйге баруым керек. Бұл қай көше? Алдымен қайда тұратыныңды айт. Қаласаң наубайханаға дейін апарып тастайын. Саған ақша керек боп тұрса, Себастьяннан сұрап бере аламын. Сесман мырза өте бай адам. Сесман ба? Сесманмен бірге тұрасың ба? Ендеше оның үйіне апарып тастайын. Ақшаңның керегі жоқ, Хайди. Достан ақша талап етпеймін ғой. Армандаған тауларыңа жетуіңе тілектеспін. Деді, Хайдиді көрдің бе? Жоқ, не болып қалды? Тынығып жатыр еді ғой. Жатын бөлмесінде жоқ. Барлық жерді іздедім. Сенімдісің бе? Шатырды тексердің бе? Аулада да жоқ па? Қайда болуы мүмкін? Себастьян, Аделайда тұрды ма? Иә, бірақ оны сыртқа жұмсап жіберді. Иә, ол Клараның орамалына апарып беруге кетті. Мұнда не болып жатыр? Біз оны таба алмай қойдық, ханым. Аделайда! 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 Ол жер төледе де жоқ. Клара ханым, бірдеңе қажет бе? Мен Хайдидің қайда екенін білем. Қайда? Ол шіркеу мұнарасына кетті. Ол тауларын көргісі келді. Бірақ кітап оқитын уақытқа дейін оралуы тиіс болатын. Енді ол адасып кетті ме деп қорқам. Уайымдамаңыз, Клара ханым. Оны іздеп табам. Себастьян! Хайди! Құдайға шүкір. Тездет, Роттенмайя ханым сені жер-көктен іздеп жүр. Бар, мен осы маңда боламын. Мен іздесең аспабыңның даусына құлағыңды түр. Рахмет, Роди. Келес кездескенше. Оны таптың ба? Хайдидің осы маңда екеніне сенімдімін, ханым. Бәлкім бір жерде ұйықтап қалды ма екен? Былай жүр. Оған ие бол дегенім қайда? Қайда екенін білмеймін дегеніңді қалай түсінем? Бұл не? Сыйлық. Клараға келдім. Роттенмайя ханым мысықтарды жек көреді. Оларды тастап кете алмадым. Оларды маған бер. Мен оларды жоғарыға жасырып келейін. Роттенмайя ханым ол жаққа шықпайды. Маған сен. Ұйқыдан оянғандай бол. Ал басқасын маған қалдыр. Ханым, Хайди табылды. Ол жоғарғы қабатта ұйықтап қалыпты. Ең алдымен сол жақта тексеруім керек еді. Жоғарғы терезеден таулар көрінеді деп ойласа керек. Сөйтіп ұйықтап қалыпты. Кешірім сұраймын, ханым. Қолайсыздық тудырайын деген ойым болған жоқ. Ендігәрі ұмытушы болма. Тыныққың келсе, өз бөлмеңде тынығатын бол, балақай. Бәріміздің есімізді шығардың. Кітап оқи отырып шай ішсек бола ма? Шөлдеп отырмын. Шай алып кел деді. Клара дұрыс айтады. Болған жайды ұмыту үшін бірдеңе жемесек болмас. Зәре құтым қалмады. Хайди адасып кетсе не істерем? Келгені кеше ғана тауларын ұмытар емес. Енді ол жаққа ешқашан бармайтын естісе не болар екен? Ол туралы айтпап бедің? Хайди бұл жерге бірнеше күнге келдім деп ойлап жүр. Деді, оған шындықты айтуың керек.
қалай ойлайсың? Хайди, қалай болды? Қане? Сонымен құлағым сенде. Тауларды көре алдың ба? Жоқ, Қап, кешірші мені. ештеңе етпейді. Бәрібір жақында қайтамын ғой. Маған көмектескенің үшін рахмет. Достар көмектесу керек. Айтпақшы, бүгін мен дос таптым. Ол Руди. Көшеде бір амал аспапта ойнайды екен. Саған да ұнайтынына сенімдімін. Оған қоса? Сүйкімділерін қара. Біреуі саған, біреуі маған. Қайсысын алғың келеді? Мынаны. Бүгіннен бастап оның аты Сокс болады. Ал сенің атың Жұлдыз болады.